Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осындай тюльпан самсасын жасаймыз. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Ол үшін ұнымызды електен өткізіп, майымызды осылай ұнға аунатып теркадан өткізіп аламыз. Жақсылап араластырып, қасықтың ұшымен ас содасын тұзды суға салып араластырып, бір жұмыртқа қосамыз. Төрт-бес тамшы сірке суын қосамыз. Жылы сумен орташа қамыр илейміз. Қамырымызды осылай жақсылап илеп, пакетке салып қойып қоямыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Салмасына тартылған етке бір дана чеснок турап, бір пияз ұсақтап тураймыз. Пиязымызды қосып, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Нанымыз біраз уақыт тұрғаннан кейін жұмсарады. Осындай бөліктерге бөліп, осылай бөліп алып, самсаны түйеміз. Осындай ғып жайып аламыз. Видеодағыдай шетін кесіп, салмасын салып, осылай ораймыз. Видеодағыдай астын жабыстырамыз. Тюльпан формасын келтіріп, барлығын осылай жасап аламыз. Тюльпанның осылай шеттерін қолмен қайырып қоямыз. Сонда әдемі болып шығады.
бір жұмыртқаны езіп жағып шығамыз. Үстіне күнжіт себеміз. Мак сепсеңіздер де болады. Духовкаға 190-180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Осындай әдемі болып пісіп шығады. Өте дәмді, жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.